Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай керемет қытырлақ сочный донер жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписация батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен донеріміздің етін дайындап алатын боламыз. Қалауыңызша етпен немесе осылай тауықтың етімен жасасаңыздар да болады. Мен тауықтың төс етін қолдандым. Алдын ала жарты сағат бұрын маринадтап холодильникке салып алдым. Қыздар, сұйық май, соевый соус, қара бұрыш, тұз және де кез келген өзіңізге ұнайтын тауықтың приправасын қосып жасаймыз. Барлығын араластырып, жақсылап етке жағып холодильникке жарты сағатқа қойып алдым. Және де тез пісу үшін осылай төрт-пішті етіп, кішірек етіп турап шықтым. Ұнатсаңыз ұзынша жіңішке етіп турасаңыздар да болады. Қыздар, қаласаңыз етпен жасасаңыз да өте керемет болып шығады. Піскен еттен жасауға да болады, немесе осылай қуырсаңыз өте керемет сочный болып шығады. Келесі табамызға осылай кішігірім май құйып қыздырып аламыз. Қызған майымызға жаңағы тауықтың төс етін салып жақсылап қуыратын боламыз. Алғашында кішкене қаттырақ отта қуырамыз, содан соң отын баяулатып 10-15 минутта тез ғана пісіп шығады. Қыздар, қаласаңыз осы еттің үстінен кішкене ғана соевый соус құйып жіберсеңіздер болады. Жақсылап қуырып алып, бетін жауып қалдырамыз. Біздің етіміз өте тез пісіп шығады. Содан соң көкөністерімізді турап аламыз. Қыздар, осылайша қияр, қызанақты жақсылап жуып тазалап, осылай екі жағын алып тастаймыз, және де видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақ етіп, содан соң ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Қиярды да, қызанақты да бірдей ұзынша етіп турап шығамыз. Қыздар, донердің арасына қалауыңызша кез келген көкөністі қоссаңыздар болады. Біреулер капустаны да, перецті де қосқанды ұнатады, біреулер сәбіз салатын қосқанды да ұнатады. Үй жағдайында жасағандықтан барлығын өз қалауыңыз бойынша керемет етіп жасап алсаңыз болады. Көкөністерді турап алдық. Келесі кезекте соусын дайындайтын боламыз. Соусын көбірек етіп жасаңыз, арасына көбірек етіп салсаңыз, сочный болып, керемет болып шығады. Мен осылай майонез бен кетчупты араластырып шықтым. Кетчупын көбірек қоссаңыз әдемі болып шығады. Қыздар, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Неке қыздар, барлық қоспаларымызды дайындап алдық. Майонез бен кетчупты араластырып соус жасап алдық. Қияр мен қызанағымызды ұзынша етіп турап, және де тауықтың төс етін жақсылап тұзын, бұрышын әдемілеп қосып қуырып алдық. Және де мен алдын ала осылай картошканы, картофель пай ет пісіріп алдым. Қыздар, қаласаңыздар чипсы қоссаңыздар болады, немесе фри пісіріп қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Ал енді қыздар, донерді жинайтын боламыз. Лавашымызды алып, толықтай бір лавашты алып, соусын молырақ етіп жағып шығамыз. Көбірек етіп жағыңыздар, сол кезде күшті болып шығады. Содан соң жаңағы тауықтың төс етін алдымен, және де қиярымызды, қызанағымызды кезекпен саламыз. Содан соң жаңағы картошкамызды салып, және де үстінен тағы бір қайтара осылай кішкене соус қосып шығамын. Сол кезде өте керемет болып шығады, және де құрғақ болып қалмайды. Тек қана ең басында ғана жақпай, осылай арасына да соусын жағып жерсеңіз, өте күшті, сочный болып шығады. Донерді өзіңіз жасағанның бір жақсы жері, арасына барлығын молынан салып, және де құрғақ болып қалмай, соусында көбірек етіп жағып аласыздар, қыздар. Және де әр слойды қайтадан қайталап жасап, өте үлкен етіп жасасаңыздар да болады. Егер қаласаңыз, арасына жаңағы чипсыды және де сырды қоссаңыз да өте керемет болып шығады. Барлық донерлерімізді осылай орап алдық, қыздар. Келесі кезекте құрғақ табамызға ешқандай майда ештеңе құймаймыз. Егер грильница болса, соған басып аламыз бірден, немесе осылай құрғақ табамызды қыздырып алып, донерімізді салып, қызарғанша жақсылап осылай үстінде ұстап тұрамыз. Үстін осылай кезекпен басып тұрсаңыз болады, екі жаны. Өйткені ортасы қызып басылып, екі шеттері қуырылмай қалуы мүмкін. Сол үшін де осылай арасында басып тұрып, екі бетін айналдырып қуырып аламыз. Мен осылай екі жанында қуырамын, сол кезде қытырлап керемет болып шығады. Астын қатты отта қоймаймыз, қыздар. Алдымен қызып алғанша қаттыға қоямыз. Донерімізді салып қыздырып жатқан кезде орташа отқа, баяу отқа қойып, екі бетін қызарғанша ұстап тұратын боламыз.
Донерді ораған кезде тығыздау етіп ораймыз, қыздар, бостау етіп орап қоймаңыздар. Осылайша екі бетін құрғақтабамызда жақсылап барлық жеріне тегізіп қыздырып қуырып алдық. Мінекей қып-қызыл болып, және де екі жанын да солай ұстап тұруды ұмытпаңыздар. Сол кезде барлық жері қытырлап керемет болып шығады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымның дамуына үлес қосып, және де каналымды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, біздің донерлар дайын болды. Өте керемет, тойымды, үй жағдайында жасағаннан соң начинкасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасайсыз, және де қытырлап керемет сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоларымды соңына дейін қарап, каналымды қолдап, келесі видеоның шығуына мотивация болғаныңыз үшін баршаңызға көп-көп рахмет.